Баршаңызға сәлем, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ләззат. Достар, мен бүгін сіздерге балалардың сүйіп жейтін тағамы чипсиді лаваштан жасап көрсететін боламын. Мені арнама жаңадан келген көрермен болсаңыздар, подписация батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ мені арнамда дәмді пончиктердің, балалардың сүйіп жейтін печеньесінің, дастарханның көркін ашар печеньелердің рецептісі бар. Видеоның соңына сілтемесін қалдыратын боламын. Чипсы жасау үшін маған 3 лаваш қажет. Оны өзім қалағандай бөліктерге бөліп аламын. Әркім өз қалауынша бөлсе болады. Видеоның рецептісін описание бөліміне қалдырамын. Және де достар, менің видеомды пайдалы деп тапсаңыздар, төмендегі поделиться батырмасын басып, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіңіздер. Менің видеомның таралуына өз үлесіңізді қосып жіберіңіз. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте қажет. Мінекей достар, барлығын дәл осылайша тез-тез турап алдым. Бұл чипсидің жасалуы өте оңай, бар жоғы 10 минуттай уақытыңыз кетеді. Дүкендегіден арзанға шығады, және де дүкендегідей зиян емес. Мінекей барлығын турап алдым. Енді өзіңіз қалағандай дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен шашлычный дәмдеуіштен аз ғана қалған екен, соны қостым, және де паприка қостым. Одан соң 4 қасық сұйық май қосып, барлығын жақсылап араластырып шықтым. Достар, пікір жазу арқылы өздеріңіздің ойларыңызбен бөліссеңіздер болады. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Және де өздеріңіздің рецептеріңізбен бөліссеңіздер, мен де сіздердің рецептеріңізбен жасап көремін. Мінекей дәл осылайша қайта-қайта араластырып аламыз. Достар, менің видеомда көптеген каналымда рецепттер бар, барлығы да тексерілген, мастер-класстан алынған. Сондықтан да менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен каналымда өте жаңа қарапайым рецепттермен бөлісетін боламын. Қоңырауша белгісін басатын болсаңыздар, арнамдағы жаңа рецепттерді бірінші болып көретін боласыздар. Осындай ыдысымызға барлығын орналастырып шығамыз. Мінекей орналастырып алдық. Енді кішкене қытырлағанша пешімізге салып аламыз. Біздің чипсиіміз дайын болды. Балаларға ұсына берсеңіздер болады. Мінекей достар, қытырлақ әрі дәмді, балалар тез жеп қойды. Видеоны қарағандарыңызға көп рахмет достар. Егер бір рет жасасаңыздар, келесіде чипси сатып алмай-ақ өздеріңіз балаларыңызға жасап беретін боласыздар. Видеоны қарағандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Мен сіздерді каналымда күтетін боламын.